Сәлем сұлулар, бүгін біз ашытқысыз 5 минутта дайын болатын пицца жасаймыз. Оған 2 жұмыртқа саламыз. Сосын 5 ас қасық майонез саламыз. Ас қасық майонез саламыз да. И қаймақ проценті маңызды емес. Тағы да 5 ас қасық майонез салып араластырып аламыз. Разрыхитель саламыз 3 грамм. Тағы араластырып аламыз. 9 қасық ұн саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Араластырып біркелкі масса болғанша, сосын пергаментный қағазымызды төсеп, осылай жайып аламыз. Тастамызды біркелкі болған жұмсақ әрі әдемі пицца шығады. Саламыз. Начинкасын пока салмаймыз. Осылай кішкене қатайғаннан кейін үстіне кетчуп пен майонезді араластырып жақтым мен. Осылай араластырып жағып шығамыз. Біркелкі етіп бүкіл жеріне. Сосын колбаса қойып шықтым. Помидор қойсаңыздар да болады. Бірақ менің балдарым ұнатпайды. Сондықтан қоймадым. Сырды біркелкі етіп сеуіп шығамыз осылай. Тағы да печкаға салып 180 градуста пісіреміз. Осындай пицца шықты. Жұмсақ, кәдімгідей күшті. Жасап көріңіздер. Менің балдарым бір отырғанда жеп қойды. Дәмі тіл үйіретін пицца.